негізгі мақсаты Міржақып Дулаттың шығармаларын насихаттау, көрнекті қайраткердің шығармаларымен таныстыру, қазақ халқының әдеби мұрасы деген оқушылардың қызығушылығын дамыту. Осы мақсатта ұстаздар өздерінің оқушыларын дайындады. Қазіргі қатысатын бізде 5 оқушы, 5-ші сыныптан Жазира Тұрғалиқызының дайындаған Қонысбай Гүлжайна қатысады. Төлеухан Бақытұлы, Жүсіпбек Дәулет, 9-ші сыныптан қатысады. Жазира Камайқызы 10 сыныптан Данияр Жайнақбаев дайындады оқушыны. Одан кейін Сәсенгелдина Мейрамкүл Бекахметқызының дайындаған 2 оқушысы бар. Бірі Қуандық Нұрайлым 10 сыныптан, содан кейін үй жағдайында оқитын оқушы Қалтай Аяжан. Сендерді балалар еркелетіп, ойнатып сергітетін, жалқау болсам балалар жаман болмас, қамқор ана көз жасын көлдететін. Кім сендерді сағынар шетке кетсен, ғылым іздеп тез қайтпай көкке кетсен, бетін жуған жасымен сорлы анана хат жазды төбесі көкке жетсін. Елен еттер намысқа қысып сігір тас, бұл не ғасап сұртым керем боп қалған ба? Мен болсам болайын саған жатаға, сүйікті сұртым қақпанға түсіп алдан ба? Сұрты тұнық ісі лай сауын бар, сана асетін сақын сол деп малдан ба? Сұртығыны соқпай әлдің басын қос, осы қиын көппе серге барғанда. Ола өрбей сасқан қазақ сатқанса, күнін жетіп мұның сығып сарыларға. Ақсақалдар көсемдік қалып, ел бастап. Міржақып Дулатов туған ел. Туған елім кең далам, көз алдында сен ғана. Желмен бірге сыр айтқан қасиетті жер ана. Күн астында жайнаған жасыл бел мен көк аспан. Сені ойласам, ел жұртым, жүрек толқып от жанған. Болашағын жарқын боп, бейбіт күнде танатсын. Қазағымның әр ұлы, ел намысын сақтасын. Сол бұлыттан ойланайық амалын, қамсыз сатылы емес енді заманы. Надандықтан келатайық қамалын, мақсатына ұмтылу оян аласың. Оян қазақ, ойлан қазақ, ол қазақ, шын бақытқа жеткізетін жолда ұзақ. Алашағын аз ба мына дүниеден, болашағын емес пе еді зор ғажап. Оян қазақ, ойлан қазақ, ол қазақ, сілкінші бір қанатында құндап ап, ауызында қалада алға бас.